Тұраров мефедрон қолданғанмен қоймай, әнәруды да оған тәуелдетті дейді адвокат. Адвокат Ләззат Ахатова белгілі спортшы Жанқош Тұраров туралы ел күтпеген мәлімдеме жасады. Бұл туралы ол өзінің Facebook желісіндегі әлеуметтік парақшасында жазған. Жанқош Тұраровтың кінәсі дәлелденбептіміз. Үкім шықты деп, кей сайттар тағы да шулап жатыр екен. Қайдағы үкім? Тергеу үкім шығармайды. Ондай өкілеттілігі жоқ. Соңғы нүктені сот қояды. Істі бізге айтпай, заңсыз қысқартқанын 2 күн бұрын қоймай жүріп білдік. Енді тергеу органы бізді сотқа шағымданбасын деп қаулыны бермей отыр. Ол қаулыға шағымданатын құқығымыз бар. Қайта жаңғыртуына құқығымыз бар. Солай жасаймыз да. Тиісті органдардың бәріне шағымданамыз. Полиция істі заңсыз қысқартса, неге оны түпкілікті шешім деп ойлайды кей кісілер? Ол шешімдеріне шағым келтіру құқы бар емес пе? Сот бар, прокуратура бар. Иә, Жанқош Тұраровтың крышасы туралы, тергеудегі өрескел заңсыздықтар туралы іс қозғалған сәтте жазған едік. Күдігіміз расталды. Полиция бұған дейінде Тұраровтың бірнешесін қысқартқан екен. Олар басынан-ақ істі жауып тастауға, әнәрудың аузын жауып тастауға барынша күш салған болатын. Осыған дейін тергеу құпиясын жарияламаймын, кедергі жасамайық деп, ештеңе жазбай келдік. Баспасөз конференциясында сол үшін өткізбедік. Сол үшін ешқайда сұхбат бермей келдік. Басында қоғам қыздың әрекетін түсінбей, әнәруді кінәлап кеткен соң, полицияның ұрып соққаны туралы боксердің әйелі жалған ақпарат таратып, түнде звондайды деп жариялаған соң, түсіндіру мақсатында біраз жазғанымды білесіздер. Шет жағасын ғана. Ақыры тергеудің өзі осылай заңды белден басып отырса, мен мән жайды ашық айтайын. Әнәру ешкімге жала жапқан жоқ. Оны Тұраров о басталдап, құрығына түсіріп, есін білмей жатқанда зорлап, 6 жыл бойы бопсалап келген. Туыстарына, таныстарына абыройсыз болудан қорққандықтан, қыз бала амалсыз оның дегеніне көніп келген. Ең сорақысы, осы уақытқа дейін айтылмай келе жатқан ақиқат, оның есірткіге әуес екенін таныстары түгел біледі екен. Тұраров өзі мефедрон қолданғанмен қоймай, әнәруда сол синтетикалық есірткіге тәуелдетіп қойған. Бұл туралы арыз бергенде де, беттестіру кезінде де, жауап алу кезінде де әнәру айтқан. Іс материалдарында ол деректер бар. Алайда, тергеу органы сол кезде екеуінің де қандарын тексеру сараптамасына жіберу керек еді. Оны жасамаған, яғни тергеу органы қылмысты жасырған. Соның салдарынан 2 ай өткен соң біз есірткі туралы зерттеуді талап етіп, арызданып қоймаған соң, Тұраров жақында қанында есірткі жоқ деген анықтама апарып беріпті. Тамызда қолданған есірткі қаннан қазан айында әрине көрінбейді. Өйткені, сарапшылардың айтуынша, 2 күннен кейінде қаннан көрінбейтін қымбат түрлері бар екен мефтің. Одан бөлек, полиция қылмыстық кодекстің 120 бап емес, 121 бабымен іс қозғау керек еді. Ол баптың жазасы ауырлау, дәлелдеу бөлек әңгіме. Арызда анық жазылған нәрсені бұрмалап, әдейі істі жеңілдеу баппен қозғаған. Содан кейін сараптаманы бірнеше күннен кейін ғана тағайындаған. Сонымен қатар, сараптаманы проктолог дәрігерлердің қатысуынсыз жасаған, яғни сыртын ғана тексеріп, ішін тексермеген. Ол да қылмысты жасыру деп есептелінеді. Ал тәуелсіз сарапшы Тахир Халимназаровтың айтуынша, уақыт өткен сайын жара жазыла бастайды да, зорлық белгісін анықтау қиынға соғады. Тергеу органының әрекеті де осындай нәтиже болу үшін болуға әдейі жасалғанға ұқсайды. Мен арыз жазылған соң 20 күннен кейін бардым. Соған дейін әнәрудың қорғаушысы, құқықтық бағыт көрсететін адам болмаған. Соны пайдаланып, боксердің қылмысын жасыру мақсатында талай заңсыздық жасалған. Сараптама қорытындысымен әнәрудың бірнеше дене жарақаты болғаны расталып отыр. Кеш барса да, сол кезде күшпен түсірген жарақаттары кетпеген екен. Бұлар зорлық белгісі ме немене сонда? Бізге тергеу органы істі қысқарту туралы қаулыны берген жоқ, таныстырғанда жоқ, яғни қылмыстық заң нормаларын белден басып отыр. Солай бола тұра, қысқарттық деп, кінәсін дәлелденбеді деп сайттарға ақпарат беріп отыр. Жәбірленуші тараптың іспен танысу, шағым беру құқығы қайда қалды сонда? Мына заңсыздықтар қашанға дейін жалғасады?
Бас прокуратура мен сотқа тергеудің үстінен шағым түсіретініміз анық. Онымен қоса, жаңа баптармен тағы да арыз жазылады. Тергеу органының үстінен қылмыстық кодекстің 433 бабымен, яғни қылмысты қасақана жасыру бойынша арыз жазамыз. Жанқош Тұраровтың әйелінің үстінен бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде жалған ақпарат таратып, адамдардың ар-намысына нұқсан келтірген үшін арыз жазамыз. Әзірге осы іс бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына кеңірек сұхбат беруге дайынбыз. Әлі де айтылмай қалған заңсыздықтар бар. Ұзақ болып кетер деп, әзірге осымен тоқталдым деп жазды адвокат. Құрметті көрермендер, мына масқара жағдайға қатысты қандай пікір білдіресіздер?